Ассалаумағалейкум қазақ елі, алдарыңызда тұрған Lexus ES 300 гибрид, объемы 3/5, бағасы $35,600, арабтардың көлігі. Бесключевой доступ. Машинаның арты міне осындай. Қара түсте. Гибрид бұл машина. Плавающий сидений. Екі 19 жылға. Push старт. Комплектациясы средний. Пробега 75,265 километр. Люкі бар. Қоңыр кожаный салон. Материалы перфорированный. Мультируль. Типтроник. Лепестоктары бар. Голосовой помощник. Адаптивный круиз-контроль. Мынадай тачпады бар машинаның. Артында мына шторкасы бар екен. Осы кнопка арқылы артында шторкасын ашып жабуға болады. Көріп тұрғандарыңыздай. Енді люкі бар мында. Люкі бар. Электрический ручной тормоз. Мына жағында 2 USB бар. Подлокотник. Арты міне осындай машинаның. Машина қызықтырса, бізге WhatsApp-қа немесе Instagram-да дайректке жазсаңыздар болады. Сіздермен болған авто Дубай 3/7. Ассалаумағалейкум ағайындар. $44,000 Highlander гибрид 2/5 объемы. Бұл GCC ұрылмаған, соғылмаған машина. GCC деген осы арабтардың машинасы ғой, жүрген. Осындай әдемі Highlander бар. $2020-06 ай. Память сиденьясы бар екен. Электросиденье, бежевый кожа. Панорамная крыша. GCC болса да не бұл. Подогрев и обдув сиденьялары бар. Бұл машиналар гибридтер оталғанда дауыстар шықпайды. Осылай тұрады. Гибрид деген жартылай тоқпен жүреді, жартылай бензинмен жүреді. Өте әдемі машина. Газ бассаң, оталады, бензинге көшеді мынау. Бензинге көшті. Датчик давления в шинах жанып тұр. Пробегі 13,583 километр жүрілген. Салоны мынандай. Аяқтары дерево. Машинаның состояниесі, қазіргі состояниесі өте әдемі. Егер
GCC қызықтырса хабарлассаңыздар болады. Мына подогрев зеркал бар екен мына жерде. GCC-лардың көбісінде подогрев сидений, обдув сидений болмайды, бірақ мынада бәрі бар соның. 360 камера. Бұл Американың арабтарға жасалған машинасы. Ассалаумағалейкум қазақ елі, алдарыңызда тұрған Mazda 6 2021 жылғы, объемы 2, бағасы $21,000. Машина сыртынан осындай. Көшек. Машина арабтардың көлігі GCC. Оны 2021 жылғы 7 айда жасалған. Механическая регулировка сидений. Мұндай обычный материалдан жасалған кожасы. Мультируль, пуш-старт, голосовой помощник, адаптивный круиз-контроль, электрический ручной тормоз, автохолд функциясы бар, спорт режим бар, климат-контроль, мультимедиасы жоқ екен, камераларды жоқ, парктрониктары бар. Мұның осындай төбесінде несі жоқ. Машина қызықтырса, біздің WhatsApp-қа немесе Instagram-дағы дайректке жазсаңыздар болады. Сіздермен болған Авто Дубай 3 семерки.